Ассалаумағалейкум достар, Есен Елеукен YouTube каналында кезекті бағдарлама. Бүгінгі қонағым ерекше. Жалпы өмірде бұл жігітпен жиі кездесеміз. Ортақ жұмыстар болды, қуанған кезіміз болды. Бір-бірімізді түсінбей, бір-біріміздің жаңағы кешірім сұраған кездеріміз болды. Қолынан көп келетін жігіт, футбол маңында жүретін азаматтар таниды. Қазақстан медиа футбол лигасының басшысы Дидар Сыдықбек. Дидар, қош келдің. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Шын жүректен. Рахмет. Жалпы соңғы кездері осы подкастта футболға байланысты, жалпы спортқа байланысты көбірек жаңағы сұхбаттар жүргізіп жүрмін. Енді қазір Қазақстан футболында, жалпы қазақ футболында біраз жақсы жаңалықтар бар. Жаңа КПЛ, жаңадан қожайындар пайда бола бастады, жаңа жеке клуб қала бастады. Содан кейін 3-ші жыл қатарына QG лига ойналып жатыр. Сонымен қатар биыл әйелдер футболда жақсы біраз команда қосылды, өзің басқасында болдың. Және биылғы жылы алғаш рет әуесқойлар лигасы өз жұмысын бастады. Енді өзің мына медиа футбол лигасында бірнеше жыл ұйымдастырып келесің. Ұмытпасам, жылына 2 рет чемпионат өтеді, күзгі және көктемгі. Және қысқы. Қысқы енді халықаралық деңгейде Қазақстанда бірнеше команда қатысады. Бірнеше қалада талай турнирлер өтті, жолдастық кездесулер, шоу-матчтар түрлі өтті. Жақында ғана Тараз қаласында сондай бір кезекте медиа футбол лигасының күзгі чемпионаты өтті. SD Youngsters командасы алғаш рет чемпион атанды. Құттықтаймыз. Біз енді осы жолы мен де бір медиа команданың басшылығында жүредім. Былтырғы жылдан бастап жігіттердің өздеріне тапсырдым. Өкінішке қарай алғаш рет қатыспады. Жайдарман қатыспады. Жалпы медиа лига осы бірнеше сұхбаттарыңды білем. Барлығын қарап шықтық. Осы уақытқа шейін орыс тілінде берген. Енді өзің жеке футболшы есебінде, SD Family командасы есебінде өз ойың туралы түрлі сұхбаттар болып жүр, бірақ медиа футбол жөнінде таза қазақ тілінде сұхбат болмаған. Енді ішінде кішігірім болған сияқты бір-екі сұхбатыңды көрдім. Бұл идея қайдан басталды? Саған дейін сенің аттасың Дидар деген Спарта командасының жетекшісі сол бірінші чемпионат ұйымдастырды, кейін қолға алып бастадық. Негізінде енді бұл жерде енді ешкім жаңадан ештеңке ойлап тапқан жоқ. Ол Ресейдегі медиа футболды көріп, соған қызығып, осы Қазақстанда неге осындай медиа футбол ашпасқа деген сияқты ой болды. Ол кездегі енді гранттар, енді қазіргі таңда грант болып жүрген командалар ол Амкал, Тудроц, сол бір арманым болды, соларды бір Қазақстанға алып келіп, YouTube'да көп қаралым қарайды. Сондай бір жүйе құрғым келді. Содан кейін Амкал, есіңізде ме? Амкал мен Астана Аренада ойнадық. 1-3 ұтылдың. 1-3 ұтылдық, және де сол ойынға 10 мыңнан астам жуық көрермен жиналды. Ол еще андай ковид кезі болды, енді бітіп атқан кез. Және де ол ойынның болатыны бір 2 апта бұрын ғана белгілі болды. Қатты бір прогресс болған жоқ. Бірақ та сол кездегі солардың былай айтқан кезде фанатская базасын көріп, тамсанып, ары қаратай осы істі неге жалғастырмасқа деп бет бұрдық. Мен сол кезде сол ойында естідім. Мысалы 10 мың адам келсе, соның бір 8 мыңы ма, 7 мыңы Амкалда байқалып тұрды. Енді 10 мыңы соларға балет етуге өтірік айтып қажет жоқ, барлығы соларға балет етті. Мысалы Амкалда былай Ресейден әлеуметтік желі арқылы ғана көрсетіп жатыр. Алматыда да көп. Шымкентте де көп. Мен мысалы футбол жөніндегі көп, әсіресе жас балалармен сөйлессең, көпшілігі осы Амкалды, Тудроцты бәрін жақсы таниды. Олар негізінде қалай пайда болды? Олар жаңағындай Counter-Strike ойнайды, Dota әртүрлі жаңағындай ойындарды ойнап, бірігіп, сондай ойын блогерлері болып, сол футбольный блогерге айналып кетті. Содан кейін, мысалға, эволюция дейді ғой, қазір ауысып жатыр, каждый раз. Енді қазіргі таңда Россия медиа футболы өңшең профессионалдарға енді тоже айналып, кішкене бір өзінің бір тупигіне жетті. Сол кезде мысалға бізде YouTube'қа түсіріп жүрдік, соларға еліктеп деген сияқты челлендждер жасадық, бірақ та бізде қаралым сол кезде аз болды, қызықсыз болды. Сол
Амкал кеп бізге бір өзінің бір хайпын беріп кеткеннен кейін SD Family бір тоже Қазақстанның атынан бір медиа команда ретінде бір тұрақтала бастады. Одан кейін біз Қазақстандағы қалаларға алғашқы болып, есіңізде ме, сізбен ойнадық бірінші ойын. Иә. Жайдарман, сіз қолдадыңыз бізді. Сол кезде де мысалға сол 10 мың ең көп қаралым бізбен болған ойын. Иә. Бірақ ана YouTube каналың тоқтап қалды. Иә, сол жерде мысалы үшін Бөкейдің влогының өзі 200 мыңнан астам қаралым болған. Эфирдің өзін, прямой эфирді 50 мың адам қараған ғой. Себебі бізде өзіміз қосылдық. Ол жерде біздің Жайдарманның өзінің көрермені бар. Негізі қызықты матч болды. Қызықты матч болды. Біз пресс-конференция істеп көрдік сіздің бастауыңызбен. Сондай бір кішігірім бір жақсы жағынан бір хайп жасадық деген сияқты. Содан ары қаратай да басқа қалаларға барып ойнаған кезде SD Family негізінде былай тұрақтала бастады. Медиа команда ретінде шоу матчтар ойнап, сол жақсы көрермендер жинап. Содан кейін бізге предложение түсті. Жаңағындай медиа футбол чемпионаты Россияда болады деп. Содан кейін біз сол жаққа бүкіл блогерді жинап барып, көздерің бақырайып. Біз медиа футболды медиа адамдар ойнау керек деп түсініп жүрсек, ол жақта кішкене басқаша екен. Медиа футболисттер ол жерде ойнайды екен. Біз бардық, бірінші жылы әйтеуір барлығынан бір кейбіреумен бір-екі команданы ғана ұтып, қалғандардан ұтылып, бір психологический травмамен қайттық сол кезде. Біз сол жақта жүрген кезде екінші маусымына бардық. Бір жылда екі маусымға бардық. Екінші маусымына барған кезде жаңағы сіз айтпақшы, біздің Дидар жаңағы Спарта ағамыз, жаңағындай Алишер екеуі сол медиа лиганы жасады. Негізінде мен өзім сол жүйені бір уақыты келген кезде бір жасаймын ба деген сияқты, бір сәті түскен кезде жасаймын ба деген бір ой болды. Өйткені ол кезде нақты SD Family-дің медиа жағын качать ету болды да. Өйткені менде егер де медиам жақсы болса, ол маған жақсы спонсормен ақша ретінде айналып келеді. Ол проф командаға көмек ретінде. Сол себептен медиа командаға қатты былай күшімді салдым. Сол жақта жүрген кезде осы медиа лига болды. Бірақ та біз Ресейде қатты хайп жинап, осы бүкіл Қазақстан соны көріп, біз сөйтіп бір фан база жинап алдық. Енді біз елімізге келіп, бір жыл біз кішкене МФЛ-ге бармай қалдық. Содан кейін жаңағы МФЛ өткеннен кейін маған айтты, неге Дидар осыны Қазақстанда жасамайсың деген сияқты. Мен жасап бастадым. Сол кезде мен өзімнің бір кішігірім қателігімді түсіндім. Неге десек, медиа командалар, блогерлер футбол ойнағысы келеді, бірақ та сторис салғысы келмейді. Ол бізде де бар. Сторис салғысы келмейді, ойынға шақырғысы келмейді. Қызғана ма, мен түсінбеймін. Ол менің былай барлығына емес, бірақ жеке адамдарға өзінің бір ренішісім бар да. Өйткені біз егерде осы индустрияны бір кішкене ары қаратай масштабировать еткіміз келсе, оған біз бәріміз бірлесіп жұмыс істеуіміз керек. Тағы да бір ренжитін жай, ол командалар өздері жеке медиа команда ретінде жұмыс жасағысы келмейді. Соцсеттерін жасамайды, ютубын качать етпейді, тикток нетпейді, құр ойынға келеді, ойнап кетіп қалады. Сол кезде неге осыны бәріміз енді бірнеше не болды ғой, ұсыныстар болды, жасайық, анау-мынау деді. Енді біз Ресейге қарап ұлиды деп мен кішкене айтып жүрген сөзім болды. Бұл жерде білмеймін, енді біз бір ортақ құндылықты таба алмаған секілдіміз. Мысалы үшін маған пресс-конференциялар мүлдем ұнамайтын еді. Себебі басым көпшілігі орыс тілінде өтеді. Сосын анау бір жаңағы адам шақырамыз, бір-бірімізге жаңағы ауыр сөз айтсақ, адам көрермен келеді деген көп жағдайда ол менталға келіңкіремейтін тұстары болды. Енді бұл жерде ойын өтпей дейді, чемпионат өтпей қалу емес, чемпионат өту керек. Бірақ осыған бір мен өзіңе де бірнеше рет айттым, Ершатпен болғанда да жаңағы сайлау ғой штат, оған да айтылды. Енді бәка бір-бірімен осылай келсем дегенше, мысалы біраз уақыт өтіп кетті. Негізі мысалы үшін Ресейде қарадым, менде Ресейде көп жағдайда бір стандартты түрде команда қалай жинақталады, нақты осы жерде айтады. Мысалы үшін біздің жаңағы Қостанайда болған чемпионатта біздің жаңа кімдер қатысты ғой, Біржандар, Бурялар. Мысалы алаңда жүреді да, келіп боқтай салады дейді. Сосын біз ол сөзді алаңнан кейін ары қарай жалғастыруымыз керек. Ол сөз
жерде қалмау керек қой десе, Иә. бұл сыртқа шыққаннан кейін бұл мынадай айта медиа салды дейді. футбол деп айтады. Иә, сондай жағы мысалы үшін ментал жағынан көп келмеді. Иә. Енді бұл жерде командаларды кінәлаймыз, бірақ осы жеке командаларды дамыту бойынша бір ой болмады ма? Ой болды. Мысалы үшін енді жаманды жақсылы енді Жайдарман бар, оның үстінде мен жан-жағынан жаңағы демеуші шақырдым, Вангейм бар, қаншама қаржы салды. Мысалы үшін Саянды мен сөздің ашығы керек, кейде аяймын, кейде емес, жалпы аяймын. Одан кейін жалпы команда болып құрылған кім болды? Мысалы үшін Спарта болды, әйтеуір шама шарқынша қатысқан. Жаңағы Каноха деген команда болды. Уақытша командалар 1-2 маусым қатысты, тіпті анау Мұзбалақ деген команда қатысты, сондайлар болды да, Алаш деген, бірақ белгілі бір деңгейге жетеді да, ары қарай ақша таусылады да, тоқтап қалады. Иә. Сосын біз енді көңілге қарадық па, мысалы біздің көрермендер, яғни біздің жаңағы футболды қарайтын көрермендер, басым көпшілігі Жайдарманның айналасында жүрген жігіттер, нелер ғой, көрермендер. Мысалы олар жаңағы SD Youngsters болсын, жаңағы Каноха болсын, сол жердегі тиктокерлердің ешқайсысын танымайды. Иә, бұл жерде енді андай болды ғой. Біз енді Россияға барып келгеннен кейін және көрермендерде андай медиа футболдың қалыптасуы негізінде басқаша болу керек еді. Ол менің қателігім. Неге десек, өйткені мен түсіндіре алмадым. Өйткені көңілге қарадық көп жерде. Олар ана Ресейдегі бірімен қырылып боқтасып отқанын көрді да, олар ойлап қалды, Қазақстанда да сондай медиа футбол болу керек деп. Егер де сөйтіп қырылсақ, өтірік болсын, шын болсын, хайпсыздап етіп, көрермендер келеді деп ойлайды. Мен түсінемін барлығын. Ол қазіргі таңда енді орысша айтқанда хлеба и зрелище ғой былай. Ол ежелден келе жатқан бірімен қырылған нәрселерге всегда адам көп болады, қаралым да көп болады. Бірақ та сол таңда менің өзімнің жеке ойым ол мынандай, біз добрый вайп дейді ғой, былай жақсы жағынан бір басқандай колоритпен алғым келді, ағалы бауырлы бірін-бірін сыйлап, сондай бір жақсы жағынан неткім келді. Бірақ та бастапқы МФЛ-дар өңшең қырғын төбелес халықаралық жасадық. Ол кезде мысалға жаңа сіз айтып отқандай біздің қазақ медиа командалары орыстардың жаңағындай вкидывать еткен сөздерін түсінбей төбелесіп кетіп жатқан жағдайлар болды. Бірақ содан кейін олар да түсінді медиа футболдың не екенін, қалай қалыптасқанын, және де осы соңғы осы жылы және өткен жылдың екінші жартылығында мен командаларға өз ойымды жеткізе алдым деген ойдамын. Өйткені барлығын айттым. Ешқандай ушусыз, давайте жақсы, басқандай трэш-ток болсын, там жақсы жағынан трэш-ток болсын, бір спор болсын, там бір мысалға там қаражат болсын, бір наказанияға дейсіз, сондай жағынан алуға болады. Егер де бұл жағынан жаңа дамыту жағын айтып жатсыз ғой, дамыту жағынан енді мен лиганы дамытуға былай ойым болды, бірақ командаларды дамыту үшін ол әр команданың басшысы өзі қолын алу керек. Енді мысалы бізде, енді мен өзім Жайдарман қазір арасында мен осылай бөліп қоя беремін, кешірім сұраймын. Мысалы біз ойындар жасаған кезде, Жайдарман деген ойын жасаған кезде, енді бұл да командалық спорт қой, біз тек бір аймақ емес, біз бірнеше аймаққа мысалы барып жұмыс жасадық. Сол жерден командалар өсіріп шығардық, зерттедік, көрермен қалай келеді деген сияқты. Ақыры енді бұл сенің бастамаң болғаннан кейін, бұл былайша айтқанда бизнес жоба ғой. Бұл бір жаңағы ненің көтеру емес, бұл осы жоба деп келген командалар үшін де, өзің үшін де бұл табысты болу керек. Тек қана мысалы үшін демеушінің ақшасы емес, ол келетін көрермен, ол әр команданың өзінің жаңағы жеке спонсор болса деген сияқты. Мысалы бізде шектеліп қалып аттық та, біз үшін өте бір көп нәрсе түсініксіз болды. Бірлесіп өсу керек пе еді. Осындай жағдайлар болды да, мысалы бірінші маусымнан кейін жақсы. Екінші маусымға, біз бірінші маусымда көп қателік жасадық. Бірақ жартылай финалға шыққанмен, жартылай финалда сіздерден ұтылдық. Екінші маусымда Астанада болғанда да, онда өте жақсы құрам жинадық, көп ақша. Бірақ топтан шыға алмадық. Сосын үшінші маусымда, яғни көктемде болғанда, біз кішкене басқаша қарадық. Себебі жерде жаттықтырушы керек болды. Жаттықтырушыны алдық. Ол өзінің көзқарасы болды. Ол өзі жасаған дүниелер болды. Себебі біз көп әр ойын сайын жаңа дүниелерді ашып, соған жасадық. Әрине ауыр болды, тең ойындар болды.
спор болды, жаңағы екі ментал, орыс тілді қазақ тілді деген сияқты осындай бір сөздер болды. Бірақ мысалы көрермен жинауға болады. Біз чемпион болатын былтырғы маусымда мысалы үшін сіздермен болған, яғни СД-мен болған ойын, в порядкемен болған ойын, Вангимен болған ойында бізде көрермен жиналды. Ол кезде біз көрермен жинайтын сөздер айтылды и сол таратылды. Бұл негізінде менің жеке ойым, сіз айтып жатсаңыз, жайдарманның жанкүйерлері келген сияқты болды. Өйткені өзім де ол ойындарда болдым ғой. Көбісі, басым бөлігі жайдарман деп айғайлап отырды. Солай. Біз себебі солай жұмыс жасадық. Біз ол жерге тіпті андай кейбір подписчигі, яғни көрермені, оқырманы көп адамдарды көбірек тарттық. Біз оны себебі бізде жаңағы демеушілердің алдында есеп болу үшін біз сондай жасадық та. Сосын былтырғы чемпион болғаннан кейін бір жағы мен не үшін кеттім? Осы сұрақты көбінесе қояды. Мен кәдімгі ресми түрде кеттім. Мен кіріссем толық кірісуім керек, кіріспесем кіріспеуім керек. Себебі не ары емес, не бері емес. Сосын бұны балаларға бердім. Балалар кішкене басында түсінбей қалды. Қыстағы халықаралық турнирге өздері қатысты. Содан кейін осы көктемде де өздері қатысып, тағы да чемпион екенін дәлелдеді. Бұл жолғы команда, енді сөздің ашығы керек, мен балдардың алдында басым деймін. Олар өздері ұйымдасып, өздері келіп, өздері мінез көрсетіп, тіпті бізде бір аса бір жұлдызды топ құрам болған жоқ. Соның өзінде кәдімгі намысқа тырысып, көп топтарды өзің қарасаң, соңғы матчтың соңғы минуттарында салып, аяғына шейін күресу деген секілді бір мінезді көрсетті. Енді меніңше бізде де проблема бар. Біз мысалы үшін аймақтарға шыққан кезде біз жалынамыз. Мынаны салып бер, мынаны жасап бер деп. Сосын тіпті болмағаннан кейін алдын ала сондай матчқа баратын болсақ, біз келісімдерін алып аламыз. Сен егер мындай салмасаң, онда болды, сен ойнамайсың деген сияқты кәдімгідей. Сосын оны апарумен де бір адам кәдімгідей қадағалап жүреді. Бізде бір 2-3 адам болды. Барлық балаларға сөз өтетін, солар айналысты. Соның өзінде оңай шаруа емес. Бұның құндылығын зерттеп көрдіңдер ме? Мысалы, қазір 4-5 команда бар. Жаңағы порядке бар, былтырғы маусымнан кейін. Олар мына ереже өзгергеннен кейін оларда медиа тұлғалар аз. Маған солай түсіндірді. Содан кейін енді одан кейінгі не жаңағы Ванги. Ол жерде медиа тұлға көп та, мысалы соңғы чемпионаттан кейін олардың жағдайы енді қатты өкпелеп кетті ме, енді уақыт өте келе қайтып келе ме, мен білмеймін. Тұрақты түрде мысалы СД-ға бәсекелес болатын 3-4 команда керек сияқты. Әрине. Егер де конкуренция болса, бастапқы кезінде қалай болды мысалы? Бастапқы кезінде сіздер болдыңыздар, Спарта жақсы дамып бара жатты. Одан бөлек жаңағы One Game өте керемет кірді. Бүкіл жаңағы сіз айтпақшы ақшасымен спонсорлары болды. Жақсы ойыншылар, мықты блогерлерді алды да. Сол кезде кішігірім былай қызық болды, былай айтқан кезде. Біздің ойыншылар в основном барлықтарында задача болды. Біздің ойыншыларды алып кету деген сияқты. Біз сізден алып кету деген сияқты. Жайдарманшылар бізде ойнады демекші. Енді сол кезде бір қызық болды. Трансферлерді күтіп жүретінбіз. Кім қайда ауысады, кім кетіп қалады, кәдімгідей контракт жазып жүретінбіз. Енді былай айтқан кезде қазір медиафутбол ол жай ғана қаражат туралы әңгіме болып кетті ғой. Қазір медиафутболист саған көшу үшін сен оған ақша төлейсің, оған айлық төлейсің, оған жолын төлеп бересің, райдерін істеп бересің. Қазір басқа командалармен әңгімелесем ғой. Олар солай. Сол себепті көп командалар қазір жабылып жатқаны да, өйткені қаражаттар жоқ болып отыр. Спонсор таба алмай жатыр. Бірақ бастапқы кезінде өте керемет спонсорлар кірді медиафутболға. Қазіргі таңда енді спонсор бар команда ретінде ол енді былай SD Family ғана қалған шығар, тұрақты түрде. Өйткені енді осы салада жүргеннен кейін мүмкін. Так енді қазір барлығы түсініп жатыр. Міне біздің де блогерлердің ішінде былай жаны ашитын адамдар бар уже андай. Жай ғана премия ғана алады, болды. Жолы, тамағын ғана төлеп бересің. Премия отқанын алады. Егер де чемпионат отса, одан жақсы бір гонорар. Бізде ондай жоқ. Бізде таза басым көпшілік жайдармашылар ойнайды. Жайдармашылар
премия алмайды. Енді премия берген кездеріміз болды. Бізде көбінесе қаржы сол кәсіпқой футболшыларға кететін еді, бірақ соңғы осы 2 чемпионат енді жаңағы ережеге сәйкес медиа ойыншылар көбірек болғаннан кейін бізде кәсіби ойнайтын футболшылар аз. Сондықтан да бұрынғыдай мысалы үшін 5 ойнаса 5-іне де кәдімгі олар да өзінің жаңағы ставкаларын қойып солардың ойынын ғана тамашалап отыратын еді ғой. Қазір шүкір енді медиа футболшылар көбірек ойнайды. Мен ана неге осы көктемде жолықтым ғой, сол кезде Алдияр ойнады ғой бізге. Алдияр қайтып келді ғой. Сол кезде бұрын мысалы үшін 10 минут ойнасақ, 20 минут ойнасақ қуанатын еді. Қазір тіпті ауыстыр десе ауыстыратын адам жоқ. Ол сол 90 минут жүгіріп жүреді да. Бұрыннан ойнай алмай жүрген балдарға кәдімгідей жақсы мүмкіндік болды. Мүмкін бұның бір құндылығын өзгерту керек шығар. Қазір футбол, құдайға шүкір, біздің елімізде өте жақсы дамып жатыр. Мен осы футбол деген тақырыпты алғалы бері менде дайректке жеке танымал, жеке жаңағы таныстар, тіпті класстастарым өздерінің балаларын ұсынды. Себебі олардың көпшілігі кезінде футбол академиясында оқыған, белгілі бір жасқа жетеді, мысалы 18-ге, сосын ары қарай кәсіби футболшыларды ойнай алмай қалады. Сосын көп балдар бұл жерде ақша табу мақсатында емес, ол ана үлкен алаңға шығып, үлкен футболды көргісі келеді. Ол балалық арманда. Ол да былайша айтқанда бір не ғой? Ол да бір әлеуметтік жоба ғой, әлеуметтік тақырып ол сөздің ашығы. Ол ішіндегі дүниесін бәріміз армандаймыз ғой. Мен мысалы үшін кезінде бала күнгі арманым спорттық комментатор болу, сонымен қатар футбол клубын болса деген өзімнің арманым болды. Мен былайша айтқанда 2 рет чемпион болдым. Менде былайша айтқанда кішігірім өзімнің арманым орындалды. Менде бұны ары қарай бизнеске апару, оған шынында да уақыт керек, оған маман керек. Ол команданың жетекшісі болу, команданы баптау, ол қазіргі таңда жүрген біздегі балалардың барлығы таза өзінің энтузиасттар, олар таза бір сонымен ауыратындар, олар бір үлкен қаржы сұрамайды, тіпті өз ақшаларымен келеді. Енді осыны бір басқа бағытқа бұру деген жоспар бар ма? Бар. Енді қазіргі таңда көзіміз жетіп жатыр ғой. Егерде бұрында біз российский медиа футболға қарап, солардан еліктеп, осылай орыс тілде выпусктар істеп, сол жаққа қарата көңіл бөлсек, қазіргі таңда байқап жатсаңыздар, мен өзім таза қазақша сөйлеп жүрмін қазір. Барлық жерде әлеуметтік желіде, телеграмда және біздің ютубтағы бүкіл выпусктардың бәрі қазақ тілінде. Сол қазақ аудиториясын өсіргіміз келеді, қазақ жанкүйерлері осы медиа футболға келсе деген бір сондай бір құндылық жасағымыз келіп жатыр. Әрине біздің қазақ медиа футболының ішінде де екіге бөлініп жатырмыз ғой, мысалға. Қазақ тілді, орыс тілді. Мысалға орыс тілдер все равно ана жаққа еліктейді, Мен өзім сол жаққа барып жүрген адам ретінде мен түсіндім, бізге ол жақта еліктеп қажет жоқ. Өйткені ол жақтың да медиа футбол болды, тупикқа тірелді. Айтпақшы, соңғы кезде қазір бұрынғыдай қаралым жоқ дейді. Қаралым жоқ, спонсорлар кетіп жатыр, медиа тұлғалар ойнап жатқан жоқ. Дәл кәдімгідей былай айтқан кезде кәсіби спорт болып отыр ғой. Кәсіби спортшыларды алады, оларға үлкен ақшасын төлейді, болды. Кім мықты, сол футболистерді алып келіп отырғызып жатыр. Бұрында басқаша болатын, медиа тұлғалар ойнайтын, қызық болатын. Қазіргі таңда футбол және де жаңағындай бір-бірімен қырылу ғана қалды. Олар да уже айтып жатыр да, бұл тупикқа келдік. Жаңағы Николай Осиповпен сөйлесіп жүрем. Ол әрдайым маған айтады, білен Дидар, енді екеуміз бірігіп мынандай халықаралық мынандай үлкен бір жоба жасамадық па? Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан медиа тұлғаларын алып келіп сондай жасайық деп. Олар бірақ олай жасайын десе, өкінішке орай оларда ұлттық құрамасында медиа футболда өңшең футболшылар. Мен айтамын да, сіздер келесіздер де біздің медиа құрамын талқандап ұтып кетесіз. Өйткені сіздер де футболистер. Бізде сол себепті мен сол жаққа көріп келген, қазір барған сайын үлкейтіп жатырмыз. Медиа тұлғалар ойнасын, медиа тұлғалар ойнасын. Бірақ медиа тұлғалар ойнаса да, жаңағындай ойладық қой, қаралым көбейеді, жаңағындай жанкүйерлер толады. Бірақ бәрі сол қалпында қалып отыр. Үлкейткеннің өзінде. Неге десек, өйткені команда жұмыс жасамайды, және медиа тұлғалар ренжитін жай, ол сторис салмайды, шақырмайды, активничать етпейді болды. Ал соңғы 2 чемпионатта медиа тұлғалар кішкене жұмыс жасап жатыр ма? Жоқ. Енді олар көбірек ойнап жатыр ғой. Сонда алаңға шығып ойнағаны тек қана сол үшін ғана ләззат алады, болды ма? Бұл жерде былай ғой, мен барлығын түсінем.
мысалға мен осы жерде барлығына түсіндіргім келіп жатыр да, мысалға жоқ, көбісі сендерде басқалардан қарағанда сендерде кішігірім салады ғой, бар ғой. Арчи жүреді, біраз балдар бар ғой, кім еді ана Есентай үнемі болады, ойнамаса да әйтеуір бір салып жүреді көп. бұл жерде жаңағы мен медиа тұлғаларды түсінбеймін. Олар өзінің мықты бір гол салғанын ғана салып қояды да болды. Пас берген. Бізде бір кейбір жігіттер бар, ана өзінің алдағанын соны салады да ары қарай қимылдамайды. А турнирде қалай өтті, кім болып жатыр, міне ішіне болып жатыр, оны көрсетпейді. Жоқ, андай былай келмеді ме? Менің ойымша да, мысалы, бір белгілі шарттар қоямыз. Енді соңғы осы 2 турнирде жаңағы кім көбірек контент қызығырақ болса, соған ұпай саны береді деді. Мысалы, алдыңғы неде осы баскетбол алды ма? Баскетбол. Осы жолы сендер әкім Эзді алды. Сол енді бір ұпай қазір тағдырды шешіп кетіп отыр ғой енді. Бұл жерде бір енді әдейі жасау емес, негізі ұйымдастырушылар енді шында да ұпайы соған лайықты контент болса, неге алмасқа. Егер бірінші, мысалы, осы көктемде болғанда бізде барымызша балдар салды дүниені, бірақ біздікі мысалы баскетболдан төменірек болды. Ол мысалы жаңа көз қысып, бармақ басып, енді Рүстем бізде жұмыс жасаған, бізге беріп жүруге де болатын еді ғой мысалы. Бірақ ол жерде ондай жасаған жоқ. Мен осы жұмысқа кетер кезде Рүстеммен үлкен әңгіме болды. Сол кезде айтсам, егер сен өзіңе сенімді болып, өзің барып, өзің жұмыс жасайтын болсаң, онда сен менің де көңіліме қарама. Себебі, мысалы, былтырғы чемпион болатын жылы бізде өте үлкен нелер болды. Телефонмен кәдімгі тіпті ана бізге қарсы пенальти белгілегенде мен қарсы болдым. Мен түсініксіз. Тіпті анау былтырғы, мысалы, Амунияның сары қағаз алды ғой, менің ойымша қызыл қағаз. Былай қарасаң, шынымен өте ауыр болды. Амуния болғаннан кейін ғана біздің балдар сөздің ашығы керек тоқтады. Себебі Амуния біздің команда ойнаған. Енді бізде өзіміздің бір белгілендері бар. Ары қарай қатты қонған жоқ. Егер басқа бір бала болатын болса, ол кезде үлкен дау болатын еді. Енді осы жерде мысал үшін командаларға белгілі бір тапсырмалар берілсе. Қазіргі таңда мысалы, меніңше былай сияқты. Біз әйтеуір барынша әйтеуір турнир өту үшін істей салу деген нәрседе, мысалы, осы уақытқа шейін сендерде спонсор болды. Букмекерлік кеңсе. Қазір енді кішкене тоқтау, мысалы үшін тоқтап тұр. Қазір заңға байланысты ма, сондайға байланысты енді. Қазір мысалы үшін енді білмеймін, мейлі 4 команда болсын, мейлі 3 команда болсын. Мысалы, Жайдарман не үшін қатыспай қалды? Қаржы болмай қалды. Неге осыны сіздер алдын ала 1 ай бұрын, 2 ай бұрын осыны бір бақылауға алмадыңдар? Мен оны түсіндіріп берейін сізге, Сенаға. Негізінде қалай болғанда да осы медиа футболдың былай жарты жылдық паузасы болды ғой. Сол кезде мен түсінгенім, медиа футбол менен басқа өкінішке орай ешкімге керек емес. Неге десеңіз, оның алдында өзіңіз білесіз, ой, турнир анандай, мынандай, Дидар мынандай деді. И сосын мен Атырауға кетіп баратқан кезде өзім батамды беріп кеткем, жігіттер, вот Рүстем аға бар, міне бірлесіп, кім нетеді, қасына келіп, жұмыс жасап, медиа турнир жасаңдар. Бәрі маған звондады, жасасақ бола ма? Бола ма? Бәрін айттым, давайте жасаңдар, өздерің көріңдер. Соны, бірақ та жарты жыл ешкім ештеңе істеген жоқ. И мен Атыраудың былай айтқан кезде жағдайы реттелген күтіп жүрдім. Былай бола ма, былай бола ма? Өйткені егер де ұшып бара жатсақ, мен медиа футбол жасай алмайтын едім. Өйткені қай бетіммен жасаймын, айтады, жынды ма мынау командасы ұшып бара жатыр, бұл медиа футбол жасап жатыр. Жағдай реттелген кезде мен барлығына сөз бердім. Мен по-любому жасаймын турнирді. И осы айтқан кезде ноябрь айы болды, күн суып бара жатыр. Енді қай жерде жасаймыз? Шымкентке шықтық. Шымкентте согласованиясы көп болды. Таразға шықтық. Тараз бізді қолдады. Все. Біз Таразға бардық та осы жылы күнді қолданып, былай айтқан кезде медиа футболды бір жаңғырту, қайттан бір тіріліп жатыр деген сияқты бір көңіл бөлу. Қазіргі таңда мен қазір Рүстем аға бар, басқа адамдарды қасына тіркеп жатырмын. Қазіргі таңда автоматты ретінде өздері істейтіндей бір қаражат бөліп келесі сезонға дайындап қойғым келеді. Өйткені менің өзімнің жеке амбициям ол кәсіби футбол. Кәсіби футболда бір жетістіктерге жеткім келеді. И қазір жұмыссызсың ғой қазір.
жұмыссызбын әлі, бірақ жақын арада ұсыныстар бар. ұсыныстар бар. Қазір енді мен өзімнің жаңағындай SD Family'ді бір жақты қылдырту керек болып жатыр. Содан кейін медиа футболды реттеп тастау керек. И соған кішкене былай осы ноябрь-декабрь айында сол жаққа жұмыс жасауым керек. И сол кезде түсіндім, что медиа футбол менен басқа ешкім керек емес. Жаңағындай бұрындағы жамандап там турнирді біз жасаймыз, былай жасау керек деген адамдардың барлығы құр әңгіме ретінде қалып қалды. Енді келдік, жасадық өз қаражатымызға. Құдайға шүкір, турнир жаман емес, жақсы өтті деп ойлаймын. Рүстем аға жаңағындай сіз айтып жатқандай тапсырмалардың барлығын дайындап берді. Берген оған жай қарады. Елдер жай ғана для галочки істей салу, ұпайдан айырылмау болды. Мысалы жайдарманның қатыспауы маған өте тоже ауыр тиді. Өйткені сіз айтып жатқанда неге осыны бір ай бұрын білмедік деген, ол уақыт болмады. Қазіргі таңда егер турнирді біз осы енді уақытқа шейін созып тастайтын болсақ, уже қар түсіп жатыр. Қиын болады. И былай айтқан кезде сөзін ашық для галочки дейді ғой. Сол үшін істедік. Енді ол медиа жалпы болашақта оны өзгерту жоспарда бар. Қазіргі жалпы былай график жасау. Графиктен бұрын енді қысқы болады ғой, Болады, Құдай қаласа болады. Осы Астана қаласында. Астанада. Жақсы, енді біраз нәрсе айтуға болады. Мен енді өзіңе де кезінде бір не болған кезде, ана чатта отырған кезде біраз әңгімелер болды. Ол кезде де сөздің ашы керек. Осы МФЛ үшін, өзіңе құрметім үшін мен кейбір жігіттердің шаруасын мен ары қарай өрбіткен жоқпын. Негізі маған да ауыр тиді кішкентай балдардан сөз есту деген. Енді жеме-жем келген кезде мысалы бүкіл күш бізге қалып қойды. Сол жерде бірге жұмыс жасап жүрген, бірге не істеп жүрген жігіттер сөздің асы басын алып қашты. Әлеге олар көзқарастары негізі бір болатын болса, яғни бәріміздің көзқарасымыз бір жақты болатын болса, ол кезде тіпті ереже барлық командаға бірдей болу керек. Ереже барлық командаға бірдей болмай қалды, тек қана біздің жаңағы қатысқан командаға байланысты ереже сол жерде ғана қолданды да қалған командадар қолданбағаны мен үшін өте ауыр болды. Мен оны жекеде талай айттым ғой. Енді сен өз кезегінде ол жерде мына турнирдің аяқталуы үшін сен компромисске бардың. Біздің де айқайымызды естің, олардың да әңгімесін тыңдап барып ортақ шығардың. Себебі уақыт емші. Енді бұл жөнде де бірақ болашақта егер сол жігіттер шынымен келіп түсіндіретін болса, менде әлі сақтаулы, әлі көрінулі, мен оны ашық айтып бере аламын. Егер де жаңағыдай білмеймін, мүмкін келер жылы қол тиіп жатса, мүмкін тағы да бір келіп жатса, мен өз ұсыныстарымды айтармын. Себебі бұны аяқсыз қалдыруға болмайды. Бұл арқылы қаншама адамға қуаныш сыйладық. Кейбір кәдімгі армандап жүрген. Мүмкін біз бір 500 адамның арманын орындаған шығар. Бұл 500 тағдыр ғой былайша айтқанда. Мысалы, егер ол бір шамалы уақытқа дейін 5.000-ға, одан кейін 50.000-ға көбейсе. Мысалы, Германияда, Англияда қарап отырсам, кәдімгі тіпті арнайы бір завод үшін команда ашып, ана жұмысшылар үшін сондай бір нелер жасайды екен ғой. Бұның бәрі әлеуметтік жобалар ғой. Әрине. Так, қай бір жылы федерацияға кіріп, осы жөнінде бір өздерің меморандум жасаңдар. Қазіргі федерациямен қарым-қатынастарын қалай? Осы медиа футбол жайында. Осы жылдың басында біз получается меморандумға қол қойдық. Енді біздің былай айтқан кезде федерациямен қарым-қатынасымыз жақсы деп мен ойлаймын. Олар бізді әрдайым қолдайды. Просто ішінде адамдар бар, медиа футболды анандай российский медиа футболмен кішкене шатыстырады. Ойлайды, қырғын топан төбелес, не емес, қызық емес. Қазіргі таңда өзіңіз көріп жатсыз, Таразда болған мысалы медиалига, Алматыда болған медиалига. Қазір медиа адамдар көп болған сайын бұл басқа форматта болып жатыр. Бізде Оралда 2 жыл қатарынан болды. Мысалы тек қана жайдармашылар. Ол жерде бір-біріне құрмет, әзіл, достық, қалжың, сосын андай басқа бір подстава дейді ғой, басқа бір адамды қоспайды. Себебі оларда кішігірім андай ар ұяттар бар да. Осындай мәдениетке жетуіміз керек қой. Біз әлі мәдениет қалыптаспайды. Мәдениет қалыспайды, өйткені елдер көп адамдар түсінбейді. Мысалға шеттен келген адамдар, мысалы жас балалар российский медиа футболды келеді да, мұнда біреудің аяғына келіп секіреді. Мысалға деймін да, айтып жатқаным. И ол ан жақтағылармен көріп алған істегісі келеді. Өткенде ана КВН клоун деп шықтым. Мен
мен тіпті білмейтін едім, оны маған біреу кесіп беріп жіберді. Аха. Ауыр қабылдап қалдым. Енді бұл жерде обалаң да кінәсі емес, ол бір өзінше бір не жасағысы келген шығар. Енді соншама жұмыс тастап, бала шағасын тастап, 15 күн сонда жүрген кейбір жігіттерге ауыр тиді сөздің ашығы. Бірақ енді осылай бір-бірімізді қолдап, тәрбиелеп, қолдап, негізі бір мәдениет қалыптастыру керек. Мүмкін осы проблемаларды шешу үшін осындай сынақ болып жатқан шығар. Негізі басшыларды шақырып, тағы да ашық түрде, енді қазір үлкен мысал үшін демеуші де жоқ, соны бірлесіп жасап, бұны дамытып кететін болса, шүкір қазір мысал үшін енді өзіңе лайық ат жинап алдың негізі ше. Бар медиалига десе, Дидар Сыздықбек, жеке мысалы басында 10 мың ба подписчигің бар еді, қазір құдайға шүкір сенде бәленбай подписчик, телеграмыңды көріп отыратын адамдар бар. Ол не емес, ол оңай шаруа емес. Мысалы бізде жүрміз 30 жылдан астам уақыт, оған уақыт керек сөздің ашығы. Бәрі оп-оңай дүние емес, кешке келген бір 17 жасар бала оны істей алмайды. Сондықтан да бұған сәттілік тілейміз. Енді биылғы жылы ұлттық құрама ала-құла болды. 2 рет жаңағы құрамада нені ауыстырып жатырмыз. Сонымен қатар Қайрат Чемпиондар лигасына шықты. Біз эмоциялар биыл біраз болып жатыр. Күшті. Жақсы, бір өзіндік бір вайб пайда болды. Әуесқой лига туралы қандай жаңалықтар естідің? Жалпы бұл жүйелі түрде жұмыс жасағаны жақсы дүние деп ойлайсың ба? Мен негізінде бар ғой, негізінде қазіргі таңда болып жатқан көп нәрселерге оң көзімен қараймын. Өйткені былай действительно әуесқой лигасында осындай керемет іс-шара болып жатыр. Оны бізді жасап жатқан Әділет ағамыз, да? И білемін, что қиын өте былай болды. Бүкіл былай региондарда жасап, оның басын біріктіріп, жаңағындай чемпионат Қазақстана жасау өте қиын жұмыс. Көп командаларда таныстар өте көп жүр. Байқаған шығарсың, бұрын ойнаған футболшылар, біздің медиа командаларда қатысқан. Қатысты. Біз Алматы облысының чемпионатына қатысып 3-ші орын алып қалдық, бірақ чемпион болғанда біз де қатысатын едік. Соны айтып жатырмын ғой, сол енді ол керемет жоба и үлкен жұмыс атқарылды. Сол үшін енді Әділет ағамызға, жаңағыдай Қазақстан футбол федерациясына рахмет. Қазіргі таңда былай жүйелі түрде барлық жаққа көзқарас дұрыс болып жатыр ғой. Жалпы енді өткенде осындай әңгіме болды, Елдоспен де әуесқой лигадан енді бұрын кішкене базасы бар ойыншы әуесқой лигасында ойнап, ары қарай кәсіпқойға ауысуға болады дейді. Болады. Біздің медиадан кім кәсіпқой футболға ауысты? Амбал. QG лигада. Тараз ойнап жатыр. Одан бөлек негізінде ондай кейстер көп есен аға. Осыны неге аса қатты насихатталған жоқ қой? Бұны енді мысалға мақтанып салатындай ол өз командалары салу керек қой мысалға. Бізде ол мысалға оған жай қарайды мысалға. Біз SD Family-ден тұрақты түрде кім ойнап кетеді мысалға. Хочу ВСД, ЕСДшник проектлерден шыққандарды біз көрсетеміз мысалға. Хочу ВСД-ден шыққан жаңағы кім Астана футзалында кәдімгі Астана вратарь болып ойнап жатыр. Ауылдың баласы қатысқан, ол біздің бірінші лиганың несін. Біз оның барлығын көрсетеміз. Амбал Таразға кетті ма, оны көрсетеміз. Тағы да бізде бір ойыншымыз Семейдің дубліне түсті. Оны да көрсеттік мысалға. Басқа командаларда енді мен олардың несі болмағаннан кейін мысалға енді бір бөлігі болмаған медиа лига ретінде көрсетуге болатын еді, бірақ та бізге ол информацияны жеткізбейді да мысалға. Бірақ мен естіп жатамын, что ананы анда алыпты, мынаны мында алыпты, ананы мысалға. Мүмкін сол кезде ол бала футболды қойып кетер ме еді. Егер Хочу ВСД-ға яғни осындай бағдарламаға қатысып, ары қарай дәмін тартып, мысалы сөздің ашығы меніңше солай сияқты заман талабы ма, осы медиа футболда бәріміз жабылып жүріп, жаманды жақсылы ақпаратты жібере бастап, жүргізе бастап едік. Қазір кәсіби футбол командалары көбірек, сосын қазақ тілінде көбірек жүргізе бастады, байқадың ба? Байқадым. Сондықтан медиа футбол лигаға қазақша көбірек жұмыс жасаған дұрыс. Мен сізбен толықтай келсем, мен еще мақтанып ауыз толтырып айта алатын ол жағдай. Осы медиа лига құралғаннан кейін, жаңағыдай SD Family болып тұрақталғаннан кейін, біздің жаңағы көп блогерлерімізді амбассадор болып алып кетіп жатты. Сіз оны білесіз. Мысалы, бүкіл клубтарда бір медиа амбассадорлар жүр.
и олар сол жаңағы команданың беті ғой, былай айтқан кезде бет жүзі болып қазір жұмыс істеп жатыр. Менде осындай ұсыныс болған, тек қана медиа мысал үшін жаңа чемпионатты өткізіп қана қоймай, неге бұлардың барлығы көпшілігі блогер ғой, көпшілігі камераға қарап сөйлей алады, өз ойын анық жеткізе алады. Олар енді анадай подписчик жинау, андай оқырман жинау, ол не емес қой, мысал үшін оңай емес па. Енді осы балаларды алып, осы жігіттерді алып, кішігірім 2-3 күн семинар жасап, медиа офицер немесе сол команданың жаңағы бір медиаға жауапты адам есебінде неге тағайындамасқа? Мен сізбен келсем толықтай. Мысалға сіздің жайдарманда жүрген қазір көп, бұрында жайдарма ойнаған балалар көбісі қазір кәдімгідей кәсіби футболда медиа офицер болып істеп жүр. Бар, ондайлар бар. Қайсарда бар, Ақтөбеде бар, Атырауда бар, Каспийде бар, Атырауда, енді көп енді ондай. И олардың маған ұнайтыны креатив. Мысалға креатив жағынан барлығын өздері енді істейді да, соған риза боласың. Мысалы біздің SD Family-де тоже креативпен істейді, бірақ та басқа... Мысалы Арчи бар да қайратта, мысалы. Әлде бұрыннан сол жерде ма? Ол барған кезде ол именно андай голос болып барды да, вот именно контентке ол ешқандай несі жоқ оның. Сонда да, мысалы, мен басқадан қарағанда сол Арчидің айтып жүргені маған жақынырақ себебі. Сосын ол биылғы жылдан бастап қазақша сөйлей бастады. Мен басында айтқам оғанда, ұялма, ол хейт болады, әртүрлі болады. Ол себебі енді анасы елге танымал адам, ол сөйлеу керек қой. Бір-екі қамшылап жіберсе. Неге осыны шынында да, мысал үшін, бір аймаққа баратын болсақ, мысалы, Оралға, немесе жаңағы Қызылордаға, жаңадан стадион, бір жағы 2-3 нәрсені бірге алып барған дұрыс сияқты. Футболды насихаттау, сол жердегі балдардың статусын көтеру, туризм ба, бірнеше бағытты осының ішіне кіргізіп, мысалы, тек қана SD емес, мүмкін медиа лиганың құрамасы есебінде бір сок нақты балаларды алып барса. Мысалы, мен Өзбекстанның медиа футболында ана бір 2-3 команда бар, қазір өте жақсы. Олар о бастан бастаған кезде контентті өз тілінде жасады, және олар өздерінің несін жасады. И сонымен, мысалы үшін, Қазақстанға келді. Олар, мысалы үшін, осы жақта ойнап жатқан кезде көрермені өте көп болды. Мәскеуде де жаңағы бір ойыншысы сол жаққа кетті, мысалы. Ол әдемі пісіп келді да, біз, сендер ана жақтан келдіңдер, сосын біз мына жақтан қосылдық, қанша уақыт түсінбей, реніштер, енді түрлі-түрлі. Мүмкін бұл да уақыт керек шығар, бірақ көңіл қайтып қалмау керек. Сол менен айырылып қалғандарың өте қиын болды негізі. Есен аға, мен енді сізге басында келген кезде айттым. Президент бол дедім. Президент болыңыз. Мен дайын емеспін, айтайын. Оған уақыт керек ол деген. Бұл жерде мысалға енді бір сөзі өтетін, мен айтпаймын, что мен сөзім, просто мен өзім амбициям басқа жақта да. Мысалға сіз осы медиа адамсыз, осы медиа адамдардың басқарып жүрген адамсыз. Сол себепті мен ойладым, егерде Есен аға, мен сізден басқа адамды көріп тұрған жоқпын, сол кезде де көрген жоқпын. И сол себепті сіз енді жоқ дедіңіз, и сіз айтпақшы, сіз өз жобаңызбен, біз өз жобамызбен. Мен енді яғы сол лиганың басшысы болғанда емес әңгіме, мен өзімде команда болды ғой, мен оған толық қарай алмай жаттым ғой. Негізі қиын дүние. Өте қиын, үлгермейсің, өте. Мысалы, ол жерде әртүрлі бала бар. Сосын мен жүрген кезде балдар көп нәрсені уайымдаған жоқ. Себебі мен жататын жері, кәдімгі барлық жағдайын. Профессионалда ол. Сондай болғандар сол кезде барып нәтиже бола бастайды. Ол құр жаңағы, жайдарман үшін, құр мынадай үшін. Ол да жайдарман үшін деген балдарда бірінші кезек тұр. Енді көп рахмет, мен балаларыма өте ризамын. О жерден қаншама бала, бізде енді мысалы көп командалар бір қалада болып, сол қаладан ғана шыға салады ғой. Біз мысалы үшін жан жақтан Атырау, Ақтау, Шымкент, Семей, Ақтөбе, ол барлығын бір жерге жинау, олар жұмыс жасап жатыр. Енді оңай дүние емес. Әрине. Болашақта бізде сондай әлеуметтік жоба болғымыз келеді, негізінде, чтобы вот медиа лига болған кезде, мысалға Тараз, Шымкент, Қызылорда,
тұрақталып осылай әр қалаға бөлінген дұрыс. Содан кейін жалпы анализ жасау керек. Мысалы осы өткен 3 жылдың ішінде нелер жасалды, не ұтылдық, не ұттық, көрермен азайып кетті, мына жағы, сосын барып алдағы чемпионатқа тоже жасақталу керек. Мысалы сен алдағы қысқы МФЛ-ді не үшін жасайын деп жатсың? Меніңше сен намысқа тырысып жатсың, тоқтап қалмау керек деген сияқты. Одан кейінгі мысалы көктемде болатынға қазірден бастап командалармен жұмысты бастап кету керек. Командалардың проблемасын қарау керек. Жеке-жеке сөйлесе, қазір енді кешегі ойыннан кейін сөздің ашығы керек. Жаңағы біреу әрі ашуланып жүруі мүмкін, ыстық басылмады. Эмоция ғой енді, шамалы уақыттан кейін барып оны қайтып бастасаң, себебі сол айналған команда бұрын мысалы үшін баскетбол көп шыға бермейтін еді, қазір тұрақ түрде кәдімгідей баскетбол мысалы үшін жағдайы бар командалардың біріне айналды. Спонсорлары бар. Спонсорлар пайда болды енді, олар нақты. Сосын енді One Game'да мысалы бір саянның мойнында ол жерде 3-4 жігіт бар көмектесіп жүрген. Осындай командаларда қайтып басын қосып, жаңағыдай бірнеше бағытты қатар қосып тастасаң, ол онсыз да жұмыс жасалынып жатқан жұмыс, тек соны былай бір-біріне ілдіріп жіберсек. Қазір ең басты сұрақ ол қаражат сұрағы ғой. Мен қазір осы бір айда қаражат жағын реттеп бергім келіп тұр. Вот сосын айтып, қаражаттарың бар. Жоқ, енді осыны мысал үшін да әлеуметтік жоба есебінде бұл не үшін жасалады? Біз мысал үшін осы арқылы футбол деп, мысалы қазір Әуесқойлар лигасына да көп енді қаржы шығарып берді, ең басты ұйымдастыратын ойынға деген сияқты да бір жүйеге келтіріп жатыр. Егер медиаға да байланысты сондай мысалы футбол федерациясымен бірлесе отырып, оларға ұсыныс айтып, бірлесе отырып мысалы қаржы алып келетін болса, ол жаңағы жарнамасы, насихаты, креатив жетеді ғой, оны ақтауға болады ғой. Үлкен завод қой енді, былай айтқан кезде бүкіл медиа тұлғалар сол жерде. Енді қазіргі таңда келісім сөздер жүргізіліп жатыр, федерациямен де, партнерлармен де, барлық жағынан. Енді мен былай айтқан кезде бұл өзімнің бір арманым болды ғой кезінде. Қазір енді ол арман үлкен бір нелерге жетіп, енді қазіргі таңда оған көңіл бөлмесең, оған біреудің былай айтқанда жаны ашымайды. Сол себепті ғой мен қазір ең басында шырылдап жатқаным, ол қаражат тауып, жігіттер бір жыл бойы жасаңдар жұмыстарында, мен өзімнің амбициямен кетіп бара жатырмын деген сияқты. Жақсы, енді 4-5 жыл ойын жүргіздің, сенің ойыңша ең үздік бір 4-5 футболшыларды айтып көрейікші. Енді айтуға болмайды деген әңгіме бар шығар, сонда да. Жоқ, айтуға болады. Үздік қақпашы, медиа бойынша, таза медиа, андай неміз бізде. Абдукарим, кәдімгі пенальти қайтарған, Спартан ойыншысы. Қорғаушы. Қорғаушы, маған қатты ұнайтын ол Гала ғой. Гала. Сіздерден мен боймен асырып, бесіңізде ма? Бірінші рет мені Астана аренада. Гала ол негізі 10 мың адамның алдында абыройымды түсіріп жіберді. Орталық жағынан енді бізде көбінесе орталықта ойнайтындар кәсіби футболшылар болды. Көп командада. Енді Данчо жақсы болды, бірақ та тағы оның қасына Алихан Байзақовты қоюға болады. Сендерді ойнаған. Медиа жағынан айтатын болсақ. Шабуылшы? Шабуылшы енді Алишер Келгенбай ғой. Ол өзі команда құрып жатыр қазір. Қазір команда құрып жатыр. Мысалға, егерде оң жақ, сол жақ деп айтатын болсақ, мысалға Женс Гарифулла жақсы болды, біздің әзді. Сосын мысалы Бекос, мен оны әлі уақытқа шейін түсінбей жүрмін да, қандай футболист екенін. Өткенде бізге бір финалда ойнап жатқан кезде бұрыла қалып теуіп бір нереальный гол соқты ғой. Топтық кездесудің соңғы бұрылып келіп теуіп жіберді, әйтеуір кіріп кетті. Қалай енді, мен енді Бекосқа былай қарап жүредім, сол неден кейін басқаша көзбен қарап жатырмын. Енді жаңағы кім бар? Сіздерде жайдарман қатты ойнайтын қорғаушы. Сіздерде финалда пенальтидан шіріз теуіп чемпионды алып берді ғой. Мейіржан ғой. Мейіржан, өте мықты. Ол кәдімгі еще тамада КВНщик мықты. Ол кәдімгі базар жоқ деген жобада болған, театрда не істеген чемпионымыз ғой. Маған кімнен One Game'нан тағы енді барлығы туралы айта кетейін. Мысалға One Game жағынан жаңағы кім шабуылшысы бар ғой. Есімін ұмытып қалдым.
өзі мұғалім болып жұмыс істейді, ағылшын тілінен береді. Кім ба? Атын ұмытып тұрмын. Қара бала ма? Қара бала, иә. Иә. Найман бала дей ма? Найман. Аджи ма сонда? Аджи Найман, мықты, иә. Содан Дидар да жақсы ойнайды, мысалға, енді КВНщик ретінде ол андай боец, қаншама ойындарды өткіздік, оны өте қиын. Тағы команда Жаскингті айтуға болады, Ера Жанабыловты айтуға болады. Енді барлық медиа енді былай футболмен айналыспайды ғой, бірақ өте мықты ойнап жатыр, мысалы қосып жатыр. Арчиді айта кету керек. Арчидің ана Қырғызстанға соққан голы кәдімгі не ғой? Өте керемет, өте жақсы қосып жатыр ол. Қазір енді кішкене үйленіп қайттан салмақ жинап алды. Былай енді потенциал. Жалпы мына көршілес ағайындармен де жиі қарым-қатынас жасап, топтық кәдімгі андай кездесулер жасау керек. Негізі жоспар өте көп, бір отырайық. Уақыт керек, оған айналысатын адам керек, жанатын адам керек, сол идеямен, мысалға. Енді мен қолым бос кезде Қырғызстанмен де ойнадық, ана кімдерді, артистерді алып бердік, Джони деген енді Центральный стадионда бердік. Енді мен тоқтамай бір жобаның артынан бір жоба істеп сөйтіп жүрдік қой. Енді қазір таңда енді маған да енді ағаларым бар, қасымдағы мысалға достарым да айтты, Дидар, енді саған уже тұрақталу керек, қай жаққа барасың? Мына жаққа барайын десем, бала шағаның ойын қой деді ма? Иә. Мына жаққа барайын десем, мына жақта мысалға медиа футболды қимайсың. Былай барайын десең, мына жақта енді өзіңнің жеке жобаң, енді SD Family, қазір көбісі айтып жатыр, SD Family'ді мысалға бірінші лиганы жаба сал дейді. Мысалға біз бірінші лигаға шығу үшін қаншама жыл жұмыс істедік, мысалға. Енді оны да неткім келеді. Бір-екі ай маған қазір керек болып тұр, өзіме келіп алу үшін. Көп рахмет. Енді шақырған кезде ренішін айтады деп ойладың ба? Жоқ, Есен аға, мен білесіз ғой, сізбен енді былай көп хабарласып тұрмасам да былай анда-санда өзіңіздің қал жағдайыңызды біліп тұрам ғой, но сізді өте қатты жақсы көремін, сыйлаймын. Сіз сияқты осылай ағам бар екенін білемін, ақыл айтатын, әрдайым былай айтқан кезде жақсылық тілейтін адамсыз ғой. Сізге рахмет сол үшін. Иә, сол анау негізі енді былтыр кеттім ғой енді, бірақ сырт жақтан қарап, қадағалап, енді былай кетіп сырт жақтан қарасаң, мүлдем басқа ситуацияны, мүлдем басқа жағдайды көресің. Проблемалар өзі шығып тұрады. Егер сен соның ішінде жүретін болсаң, онда басқаша көзқарас көрмей қалуың да мүмкін. Бірақ енді уақыт өтіп бара жатыр. Қазірден бастап дұрыс жолға қойылса. Мен тағы да еще бір қосатын бір жағдай, мысалға көп адамдар, мысалға жас балалар кім болсын, бізді российский медиа футболмен теңейді да, мысалға. Егер де көбісі біледі, білмейді, российский медиа футболдың бір сезонына, жаңағы 2 ай өткізуіне, 2,5 ай, 1,5 миллиард теңге беріледі. Әр командаға? Жоқ, лигаға. Лигаға. 1,5 миллиард теңге беріледі. Біз мысалға деймін да, енді одан қаншама есе ақшаға жасаймыз да, олар ойлайды, неге вот Россиядағыдай, егер де менде де 1,5 миллиард болса, мен әр командаға мысалға қаражаттарын беретін едім Россиядағыдай. Үлкен ареналарды алатын едік, ледтарды қосып, ана жаққа ұшып, мына жаққа ұшып, бәрі өкінішке орай қаражатқа тіреледі. Бірақ та біз бұл жерде махаббат үшін жұмыс істеп жүрміз. Жоқ, енді бұл жерде мысалы 6 команда ма, барлық команда соған лайықты жаңағы медиа контентін жасап, қызықты қылып жұмыс жасайтын болса, онда демеуші келеді. Демеуші қазір ашық түрде келеді. Сондықтан басын қосқан кезде балдарға енді бірнеше рет айтылды, бірнеше рет осы жөнінде сөз таластырулар болды. Мүмкін уақыты келер кездеген. Сондықтан да сәттілік, жақсылықта жолығайық. Үлкен бастық болып жатсаң ұмытпай жүр. Ешқашан ұмытпаймын. Жақсы, рахмет. Рахмет сізге.